кеш, құрметті көрермен. Эфирде Сатпаев телеарнасының жаңалықтар қызметі. Студияда Алтынгүл Машкенқызы. Бүгін хабарымызда. Қала әкімі Асқар Абылайұлы жұртшылықты қасиетті Рамазан айының басталуымен құттықтады. 12 маусым дүниежүзілік бала еңбегін қанауға қарсы күрес күні. Жас бизнесмендер көбеюде. Республикалық өнер байқауынан жерлестеріміз жүлделі орындармен оралды. Өткен аптада қасиетті жұма күні барша жамағатты қала әкімі Асқар Ыдырысов құттықтады. Мұсылмандар үшін биыл қасиетті Рамазан айы 6 маусымда басталды. Ал пітір садақа мөлшері биыл 200 теңгені құрайды. Толығырақ әріптесім жалғастырады. 6 маусымда күллі мұсылман әлемі үшін қасиетті 12 айдың сұлтаны берекелі кешірім мол Рамазан айы басталды. Ораза балиғат жасына жеткен ақыл есі дұрыс мұсылманның ниет етіп таң атқаннан күн батқанша ішіп жеу, басқа да оразаны бұзатын істерден тыйылу арқылы жасалатын құлшылық түрі. Адамды тазалыққа, қоғамды рухани келісім мен тұтастыққа, сабырлыққа шақыратын сауапты да салауатты Рамазан айының маңызы сөзсіз аса жоғары. Осы айдың келуімен өткен аптада қасиетті жұма күні қала әкімі Ыдырысов Асқар Абылайұлы Сатпаев қаласы Балмағамбет Балқойұлы мешітіне барып, қалың жамағатты Рамазан айының келуімен құттықтады. Келіп жүрген қасиетті Рамазан айының шын жүрген құттықтаймын. Ұстаған оразаларымыз қабыл болып, халқымыздың ынтымақтылығы арта берсін. Барша мұсылмандарда осы жерде жиналған қауымға, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Елімізге қуат, өзімізге иман берсін, еліміз әрқашан аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Сондай қала басшысы өз сөзінде Сатпаевтың мұсылман қауымына осы қасиетті айда бақ-береке мен дұға тілектеріңіз қабыл болуына тілектесіп, жүректеріңіз сенімге, жүздеріңіз шапағатқа толсын, Аллах тағала ансап, ынтымақ береке берсін, отбасыларыңызға бақыт, денсаулық тілеймін, ораза қабыл болсын деп ізгі ниетін білдірді. Осы айда ораза ұстаумен қатар мұқтаж жандарға қайырымдылық көрсету, жанашырлық пен қамқорлық, қайырымдылық пен ізгілік жасау сауабы мол амалдарға жатады. Айта кетейік, биыл жан басына пітір садақа мөлшері Қарағанды облысы бойынша 200 теңгені құрайды. 12 маусым дүниежүзілік балалар еңбегін қанауға қарсы күрес күні. Бұл күн 2002 жылғы маусымның 3 мен 20 аралығында өткізілген халықаралық еңбек ұйымы сессиясының бас конференциясы шешімі бойынша жыл сайын атап өтіледі деп белгілеген түн. Осы атаулы датаға орай Сәкен Сейфуллин атындағы гимназияда жазғы сауықтыру алаңында демалушы балалар арасында түсіндірме жұмыстар жүргізілді. Балалар, бұл тақырып әркез өзектілігін жоғалтпайды. Бұрын біз балаларды біздің болашағымыз десек, қазір балалар біздің бүгініміз екенін ұғынамыз. Халықаралық статистика мәліметіне сүйенсек, дүние жүзінде 251 миллионнан астам кәмелетке толмаған жасөспірімдер ересектер қатарында жұмыс істейді, және олардың жартысынан көбі бала еңбегінің ең ауыр түрлерімен айналысуға мәжбүр екен. Жалпы 12 маусым дүниежүзілік балалар еңбегін қанауға қарсы күрес күніне орай Сәкен Сейфуллин атындағы гимназияның тарих пәнінің ұстазы Гүлнара Бекмулина балалар арасында түсіндірме жұмысын жүргізді. Шара барысында тарихшы балаларға бала еңбегін қанауға байланысты түрлі сұрақтар қойып, балалардың ойымен бөлісті. Сонымен қатар балалардың назарына ауыр еңбек етіп жүрген балалардың өмірінен бейнеслайд көрсетілді. Көбіне жасөспірімдердің еңбегі үлкен мегаполистерде, ауыл шаруашылығында кәсіби біліктілікті қажет етпейтін салаларда пайдаланылады. Қазақстанда осы елдер қатарында. Осы орайда жұмыс берушілер ата-ананың рұқсатынсыз балаларды неге жұмысқа қабылдайды деген заңды сұрақ туындайды. Көп жерде кездесетін бұл дәйекті былай түсіндіруге болады. Жас баланың еңбегі ересек адаммен салыстырғанда әлдеқайда арзан, және балалар кейбір еңбек түрлерін физикалық тұрғыдан
ересектерден едәуір жақсы атқарады деген пікір бар. Бала еңбегін қолданудағы басты себеп экономикалық тиімділікке қатысты емес. Ересектерге қарағанда балаларды басқару оңай. Олардың икемдігі мен дағдылары аз болса да өз құқықтарын жете түсінбейді, әуре саранға салмайды және тез бейімделгіш келеді. Әдетте ауылдағы күнделікті тұрмыста балалар отбасына қолғабыс етіп, көмекші болады, бірақ бала еңбегінің олардың денсаулығына, дамуына тигізетін кері әсері елеусіз қалады. Бала еңбегін қолдану дерегі көбіне тұрғындардың бұл мәселе жайында хабары болмауымен, ауыр еңбектің баланың дамуына тигізер қатерін білмеуімен сипатталады. Қазақстан Республикасының заңдарында бала еңбегіне шектеулер қойылып, оның ең нашар түрлері үшін қылмыстық және әкімшілік жазалау қарастырылған. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы Конституциясы мен мәжбүрлі еңбекке тыйым салынған. Бұл шара бала еңбегін реттейтін арнайы заңмен де толықтырылған. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жас бизнесмендер көбеюде. Оған дәлел қаламызда жастардың бос уақытын тиімді өткізуді көздеген антикафе атты орталық ашылған болатын. Толығырақ Гүлмира Нұрғалиқызының бейнесюжетінде. Қоғамда бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі деген ұғым бар. Бизнестің күш қуатын әлеуметтік салаға жұмылдыру арқылы келетін қайырымдылық шара талай жанға қанат бітіріп, қиын күнде қолдау болады. Қала жастарының мәнді тынығуын үйлестіруді ойлаған жас көшбасшылар қауымдастығы қоғамдық бірлестігінің төрағасы Аян Сартаев қалада антикафе ашты. Антикафе деген сөз көпшілік үшін бейтаныс болуы ықтимал. Тікелей аударсақ, кафеге қарсы болып шығады. Бірақ бүгінгі біз сөз еткелі отырған антикафені басқа бағытта, басқа мазмұнда деген ауыспалы мағынада қарастырғанымыз жөн. Яғни кафеге адамдар қарын тойғызу үшін барса, антикафеге рухани азық алу үшін, білімдерін тереңдетіп, ой өрісін дамыту үшін барады. Демек, біз айтып отырған антикафе жастарға арналған демалыс орны ғана емес, болашақ ұрпақтың ой өрісін, тіл байлығын дамытуға арналған интеллектуалдық клубтар. Әртүрлі қызықты ойындар ойналып, әңгіме дүкен құрып, көңіл көтеріп қайтуларына болады. Антикафеде қалағанша отыруға, өзіңмен бірге ішіп жейтін жеңіл-желпі тіс басарларды, сусындарды ала келуге болады. Қандай да бір мерекелерді, туған күнді достарыңмен бірге атап өтуге болады. Ол үшін ішімдіксіз дастарханды жасауға рұқсат етіледі. Антикафенің негізгі мақсаты бұл қалада бос сандалмай, уақытты бос өткізбей, тиімді пайдалану, қызықты өткізу, дос арттыру, емін еркін пікір алмасу, ақыл парасатыңды, интеллекттік деңгейіңді көтеру болып табылады. Бұл жерде өткізген уақытыңа ақы төлейсің. Қаламыздағы антикафе Тәуелсіздік даңғылы 30 спорттық сауықтыру кешенінің қонақ үйінде орналасқан. Өнер классына қанат қаққан баланы демеп, оған шабыт сыйлайтын бірден-бір үлкен шара түрлі деңгейде ұйымдастырылған өнер байқаулары. Қаламыздағы өнерлі өрендер қалалық, облыстық, республикалық байқауларға белсене қатысып, жүлделі орындардан көрініп жүр. Жақында номер 4-ші мектеп лицейінің оқушыларынан құралған Самға тобы Алматы қаласында өткен халықаралық байқауға қатысып, туған жерлеріне толайым табыстарымен оралды. 2-5 маусым аралығында Алматы қаласында өткен күншуақ байқауы жерлестеріміз үшін жоғары деңгейде өткендігін көрсетті. Республикамыздың түкпір-түкпірінен жиналған өнерімен өрге жүзген талантты, дарынды балалардың басын қосқан өнер сайыстарында біздің жерлестеріміздің айы оңынан туды. Олай дейтініміздің себебі аталмыш байқаудың вокал номинациясы бойынша өз қабілет дарындарын танытып, жақсы нәтижеге қол жеткізіп, бірінші орынды жеңіп қайтты. 5 оқушының басын біріктірген Самға тобы осы байқауда өздерімен бірге сынға түскен өзге балалардан дауыс ерекшеліктерімен көзге түсіп, әділқазы алқалардың көңілінен шыққан. Табылатын қасынан, көңілі бар қызғалдақтай ашылған, көріспесек сағыныштан жүдейтін. Күншуақ сайысына көптеген балалар қатысуға келді. Еліміздің түкпір-түкпірінен келді. Және де көршілес халықтарымыздан, түріктілдес халықтардан қырғыздар, өзбектер келді. Бұл сайыстың халықаралық болғандықтан қатысуға көптеген оқушылар, сайыскерлер келді. Біз осы сайыста бірінші орын алдық. Бұл өте әсерлі болды. Әрине, сахнаға шығудың алдында қорқыныш болды. Бірақ та сахнаның киелігі соншалық, біз сахнада өлең айтып тұрған кезімізде мұның бәрін ұмытып, өзіміздің тәжірибелігімізді көрсетіп, осындай бірінші орынды әкелдік.
Жасөспірімдердің өнерге деген құштарлығын ояту, дарынды талапты жас жеткіншектерге демеу көрсетіп, қабілеттерін шыңдауды көздеген бұл байқаулар жыл сайын дәстүрлі түрде өтіп келеді. Және де біздің қаламыздың жас талант иелері мұндай өнер додаларынан жүлдесіз қайтпаған. Халықаралық сайыста күншуақ сайысында мектеп шәкірттері бірінші орынға келуде. Ол сайысқа себепкер болып, өзінің демеуін беріп шығарып салған осы мектебіміздің директоры Гүлмира Алпысбайқызына рахметімізді айтамыз. Сонымен қатар оқушыларыма демеу беріп, шабыт беріп, қолдаған үшін ата-аналарыма рахмет айтамын. Сайыс өте жоғары деңгейде өтті. Жалпы білім беретін ұстаздардың міндеті баланың бойындағы талантты ашу, оны дамыту. Осындай сайыстар арқылы оқушылардың деңгейін көтеру. Атап өтейік, дәстүрлі түрде жыл сайын ұйымдастырылатын балалар шығармашылығының байқауларында жаңа дарындарды ашу, өнерлі балаларға көп көрерменнің алдында өнер көрсетуге жағдай жасап келеді. Сондай-ақ мұндай өнер додалары тәжірибе алмасуға да мүмкіндік беруде. Аптаның алғашқы күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Алда орай мәліметі және орыс тіліндегі жаңалықтарымыз. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Амандықта жүздескенше.